Ассалаумағалейкум, қалайсыздар, қалай жағдайларыңыз жақсы ма? Бүгін енді 1 наурыз 9-дан 2 кетті. Қалайсыздар, жақсыздар ма? Бағана осының алдында шыққан видеода енді Тоқаев әскердің қолбасшыларын жинап, енді елге ешкім кіріп кетпесін деп жиналыс жасады ғой енді. Соны айтсам, біреулер күліп жіберіпті. 20 мың террорист қуып шықты десем, енді бүкіл әлем біледі ғой қалай қуып шыққан ше. Сол қалайсыздар, жақсыздар ма? Аятолла Хомейни өлді. Азанда бір ақпараттар шықты, ол ресми, бейресми, ресми, бейресми, ресми, бейресми дей берді, сонымен қазір енді ресми болды. Бірінші оны Израильдің ақпараттық кеңістігінде айтқан екен, бірінші ақпарат Аятолла Хомейни өлді деп. Одан кейін Трамп айтты дейді. Трамппен пост жариялаған. Трамптың атынан BBC бар, анауысы бар, мынауысы бар, Вашингтон пост дейма. Қандай пост бар? Біздің азаттық сияқты же болмаса өзінің арналары ғой енді ақпарат таратады. Солар Трампқа сілтеме жасап, қалай айтсам екен, Трампқа сілтеме жасап өлді деп жүрген екен, бірақ Иранның сыртқы істер министрлігі өлген жоқ деп айтқан еді. Сонымен күтіп отырсақ, бір сағаттың көлемінде жобамен Иранның радиосынан айтыпты, Аятолла Хомейни қызы бар, туысқаны бар, өзі бар, қатын қалашы бар, барлығы өліп қалды депті. Сол тұрған, қалай айтсам екен, үйге дейікші, сол үйге кеп зымыран түскен, бірақ оны Аятолла Хомейни күнде азанда шай ішіп отырған кезде генералдарының, қолбасшыларының ақпараттан келіп соған вообще айтатын болған ғой, Аятолла Хомейни көке, бүгін вообще былай істедік, бүгін көк тәжік шығардық, қызыл тәжік шығардық деген сияқты. Мұнайды ана елге саттық, мына елге саттық, сауда осындай болып жатыр деген сияқты. Сұхбат берді ғой, не істеген айтатын болған. Енді сіз тапсырма береді ғой, мысалға, бүгін осындай шығарыңдар, ертең осындай шығарыңдар, халықтың жағдайы қалай, халық не деп жатыр мен жайлы деген сияқты. Сол есеп беріп жатқан жерде сол айтады, соған есеп беретін генералдарды бұлар аңдаған дейді. Аңдып генералдар кіргенде бүтін кірпіш қалмаған дейді. Бүтін кірпіш Иранның сол Аятолла Хомейни өліп қалды деген жерде бүтін кірпіш қалмады дейді. Енді Иран халқы енді қазір бір жерлерде ой, Иран халқы Ирак сияқты болып кетеді. Трамп айтқан сөзінде тұрмай ма? Трамп қоймай жатыр, әр ел шауып білген істеп жатыр. Алдында Венесуэланы алып кетті, Мадуроны алып кетті деп жатыр. Енді Иран халқына тыныштық бермей жатыр дейді ғой енді. Бірақ Иран халқы қазір арқа жайда тарқа жай болып, халлаулайлым, хаулайлым, халлаулайлым, хаулайлым, хаулайлым деп жатыр екен. Неге десеңіздер, көшеге шығып барлығы билеп жатыр екен. Аятолла Хомейни кетті деп. Енді мен ойлаймын, енді мысалға, енді Трамп енді бөтен елге шабуыл жасап жатыр дейді. Трамп енді бірақ алдына Аятолла Хомейнидің алдына қағаз жіберді деп айтқан. Аятолла Хомейни мен Иран мемлекетінің басшысы ғой енді, рухани көсем. Біздің ұсыныстарымыз Аятолла Хомейни демей қойықшы. Иран басшыларының үстелінде жатыр біздің ұсыныстарымыз. Ол жерде енді ядролық неден бас тарт, үйтті, бүйт, баллистикалық зымырандарда бас тарт деген сияқты әңгімелерді айтқан екен. Енді ұсынысты берді ғой енді, берді, болмады, біз великіміз деді олар да. Сонымен енді Аятолла Хомейни өлді де қалды. Же болмаса Аятолла Хомейни мен табанымды жалтыратайын, сендер мен өлді дей салыңдар, енді мен қалған өмірімді тыныш бір жерде өмір сүрейін деп айттым, оны бір Құдай біледі. Бірақ ақпараттың барлығы Иранның радиосы да сөйтіп айтты деген ақпарат шықты. Және осы мынау азанда айттым ғой, Зеленский сөйлегенде айтыпты, мына Иранға Американың шабуыл жасағанын біз құптаймыз депті. Неге десе,
қазір Украина мен Ресейдің арасында қақтығысқа дем беріп келе жатқан, Ресейге дем беріп келе жатқан көбісі Иран еді депті. Иран енді шахид дроны біз білетін, біз білмейтін техникаларды өндіріп енді беріп. Біз білетіні қазір шахид дроны ғой, Ираннан шығады. Сол Американың Ресейге түсіп, бізге деді 51.000 рет 51.000 рет шахид дронымен атқан дейді. 51.000 емесе 54.000, 51.000 деді ғой деймін. 50.000 дейші, 50.000 рет шахид дронымен бізге атқан дейді. Енді Иран халқы азаттыққа шықсын, жарық күнді көрсін дейді. Егер Трамп жазғырып отыр ғой көбісі, енді тыныш жатқан елге тиісе береді деп. Егер мынандай болса, Трамп жазғыруға болатын еді. Аятолла Хомейниге атқан кезде халқы шығып Америкаға қарсы тұрып, ой, Америка біз басшымызды сүйеміз, ойбай біз сендерден жақсы өмір сүріп жатырық, айналайын. Аятолла Хомейниді айтқанша мен ат. Ол біздің елбасы болмаса болмайды, рухани көшбасшы деп халқы шығып, бүкіл халықараға жар салып, ойбай Аятолланы атқанша біз ат деген кезде Трамп ататын болса, ол кезде Трамп қарабет болатын еді. Қазір халқы қызыл өрікті қойып билеп отыр, әңгімен аша. Қызыл өрік, сүйіп қалдым сені көріп деп Трампқа ше. Трампты жақсы көреміз деп біреулер айтып жатыр екен, ағылшынша білетіндер. Не болса да бір диктатор кетті. Тақпен табыттың егесі жоқ дейді. Сондықтан пашылыққа келдің ба, халқыңның ризашылығын алып қал. Қанша жесең де, қанша мен ойда отырам болды мына бұл режим соңына дейін барады деген ол өте қате пікір. Соңың жаман болады. Өлесің же болмаса президент болып келсең, халқың төрге сүйрейді, болмаса көрге сүйрейді. Егер әділ басшы болсаң, төрге сүйрейді. Аллах тағала да айтқан ғой, егер әділ болсаңдар, 3 адамға бастық болып тұрып та әділ болсаңдар, мысалға, сендер жәннатқа кіресіңдер, текеден теке сұрақсыз деген ғой. Сондықтан бір адамға басшы боласың ба, 2 адамға басшы боласың ба, бірақ әділдікті халықта сол 3 адамға бір адам басшы болып тұрса, 3 адам да талап ету керек та. Ей, сен жота қате кетіп баратсың деген сияқты ше. Тағы бір бауырыңыз айтқан еді, дін мен саясат араласып кетсе, ол өте қиын болады депші. Дін мен халықты басата, саясатпен басқарады дейді. Сондықтан дін бөлек, саясат бөлек болу керек. Дін деген сол өзі, әр адамның өзінің тірлігі. Оқисың ба, шоқисың ба, оқымайсың ба намазды. Әр адамның өзінің сенімі ғой. Ал саясат деген халықтың жағдайын жаса. Сөйтті потолокқа түкіріп қойып жатса, әңгіменің аша, біреу әңгіме айтса, мысалға, Өзбекстан кеп, мысалы, Қазақстан президенті әңгіме айтып жатса, қойшы айналайын, мен халқымның жағдайын көріп жатсың ба? Қалай болып жатыр, мысалға? Дубайға барып біреу әңгіме айтпайды ғой, Америкаға барып Трампқа айтпайды, халқың не болып кеткен, халқың мынау барлығы кредитте деп. Трамп жағдайын жасап жатыр. Айтты, Трамп президент болып келген кезде, Американың алтын ғасыры басталды деді. Білмеймін мен, алтын ғасыры. Сондықтан халқың жағдайын жасап қойды, потолокқа түкіріп, халқың сайласа президент болып, халқың сайламаса табанын жалтыратып кету керек қой. Халық та соған жағдай жасау керек. Егер президенттің жақсы істеп отыр ма, 4 жылдан 2 рет сайла, одан кейін айналайын сіз демалыңыз болды, жастарға жол беріңіз деп сөйту керек қой. Жақсы, еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Енді Трамп не істейді? Трамп не істейді енді? Жалғастырам ары қарап, 3-ші бөлім бола ма? 1-ші бөлім Мадуро, 2-шісі Хамени. 3-ші бөлім қайда? 3-ші бөлімді іздеңіздер, пікір жазыңыздар.